армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары. Экстремизм мен терроризм әлемдік қауіппенен күрес тақырыбындағы ақпараттық сағатқа қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге бүкіл әлем жұртшылығын алаңдатып отырған маңызды мәселе экстремизм мен терроризм туралы баяндамақпын. Бүгінгі таңда бұл ұғымдар адамзат қоғамының тыныштығы мен қауіпсіздігіне зор қауіп төндіріп отыр. Экстремизм қоғамдағы тәртіпке, заңға қайшы әрекеттер жасау арқылы өз ойын немесе сенім басқаларға күшпен таныту. Оның түпкі мақсаты адамдар арасындағы өшпенділік тудыру, елдің бірлігін бұзу. Терроризм адамдарды қорқытып, үрей мен дүрбелең тудыру арқылы өз мақсатына жетуге тырысатын әрекет. Бұл экстремизм ең қауіпті әрі шектен шыққан түрі. Экстремизм мен терроризм бұл тек қарулы соғыс емес, ол адам санасына әсер ететін идеологиялық соғыс.